Кедей қызы атты кітап жарық көрді. Аталған кітаптың авторы жас жазушы Абылайхан Есімбай. 26 жасында алғашқы туындысын шығарған ол, кітаптың тұсауын Түркістан қаласында кесуді жөн санапты. Кедей қызы кітабының қысқаша мазмұны қоғамдағы кедей мен байдың бөлінісін сипаттайды. Басты кейіпкер әлеуметтік жағдайы жоғары құрбыларынан көп теперіш көрген кедей қызы. Психологиялық әрі мотивациялық кітап мектеп жасындағы балаларға арналған. Жазушылардың көбіне кезігетін кедергісі туындының жарыққа шығуына мемлекеттен немесе демеушілер тарапынан қолдаудың болмауы. Бірақ жас жазушы Абылайхан Есімбайдың айтуынша, біз жазған кітапты өзгелер жарыққа шығаруға міндетті емес дейді. Жалпы автор біреуден көмек күтпеу керек, ол өзі жазу керек. Ол ешкім оған міндетті емес, оған көмектесуге, ол өзі жазып интернетке шығарсын. Оған платформа көп шығармасын таратуға. Егер шығармасы ұнап жатса, оған көмектесетін адамдар табылады, бірақ ол менің ойымша ол көмек күту дұрыс емес өзгеден. Ол өзі үшін шығарады. Қазіргі заманда жазушылар нарық заманына бейімделу керек.